Мұнда Құранда айтылатын перғауын жатыр. Кәдімгі Таха, Ақындар, Жүніс, Шұғара, Қасас сүрелерінде айтылатын қаһарлы фараон. Назиғат сүресінде айтылатындай, мен сендердің ұлы Раббыларыңмын деп жариялаған Мұсаның қауымын қайтармаққа аттанғанда су ортасында қап кететін жан алқымға келгенде тәубе қылған, өмірі тіпті тісі сыздап көрмеген әйгілі патша. Сол перғауын уақыт бір аунап түскенде Бридж музейдің кіруі тегін бөлігінде экспонат боп жатыр. Мұражайға келушілерге бұл перғауын емес деп түсіндіріледі. Қызыл теңіз жағалауындағы пирамидалардың бірінен табылған. Онда мәйіті бұзылмайтын микроклимат болған. Сол себепті де мүрде 3000 жыл бұзылмай сақталған деп айтылады. Это фараон? No. No фараон. It's a man who died, but not pharaoh. No фараон. Бірақ Құранға иман келтірген адамға бәрі айқын. Тіпті заманауи тарихшылардың Мұса пайғамбар біздің заманымызға дейін 1200 жыл бұрын өмір сүрген дейтін дерегіне де сәйкес келеді. Сенен кейінгілерге үлгі болу үшін денеңді жансыз түрде құтқарамыз. Расында адамдардың көбі аяттарымыздан хабарсыз. Қасиетті Құрандағы Жүніс сүресінің 92 аяты. Құранда айтылған Алланың уәдесі көз алдарыңызда жатыр. 3000 жыл бұрын өмір сүрген перғауынның денесі ешқандай бальзамсыз әлі бұзылмай сақталуда. Және ақыретке дейін сақталады. Шектен шыққан тәкаппарлықтың жазасы қандай боларына үлгі боп жатыр. Ғалымдар тексеріп көрген, іш құрылысы да сол күйі сақталған. Мектептегі мұғалімдеріңіз айтқан шығар, мүрде қанша жерден мумияланса да 3000 жылда күл болып шіріп кетуі тиіс. Біздің көзіміз көрді. Перғауынның сақалы шашына дейін шірмеген. Құранда айтылатын теңіз ортасында сәжде қылатын сәтіндегідей қимылсыз жатыр. Перғауынның осында жатуында да Алланың бір даналығы жатқан шығар деп ойлаймыз. Себебі Лондон әлемдік банк жүйесінің бастауында тұрған, қанша ғасыр империя болған, өздерін ақсүйек санайтын, өзін өзге ұлттардан артық есептейтін елдің орталығы. Алла осындай жерге тәкаппарлықтың, құдайсыз қоғам құрудың нендей жаман екенін көрсетіп, үлгі қып перғауынды әкеп қойды. Әйтпесе, Құраннан білеміз, перғауын құдайдың бар екенін, оның ұлылығын білді, бірақ тәкаппарлығы жібермеді. Бір Аллаға құл болғысы келмеді. Өзін өзгелерден артық санады. Бақи өмірдегі Алланың жәннатынан осы фәнидегі атақ, мәнсап, байлығын артық санады. Осылайша ішімізді бір тексеріп қоюымыз керек шығар. Біздің де ішімізде бір кішкентай перғауын өмір сүріп жатпағанына кім кепіл?